Жаңа технологиялар әлемінде үлкен үрдіс алып отырған cloud computing, яғни бұлттық есептеулер дегеніміз не екенін мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндіріп берейін. Бір сөзбен айтқанда, бұлттық есептеулер дегеніміз шалғайдағы біреудің компьютерлерін жалға алу болып саналады. Сіздерде сұрақ туындаған шығар, бұның сонда қандай маңыздылығы бар? Не үшін бәрі осы cloud computing туралы шулап жатыр деп? Cloud компьютингтің маңыздылығын түсіну үшін біз өзіміз күнделікті қолданып жүрген электрикалық жарықтың тарихына үңілейік. Мәселен, бұрынғы заманда әрбір завод, әрбір өндіріс көзі өзінің электрикалық энергиясын өздері генераторларымен шығарып отырған. Бірақ ол тым қымбат болғандықтан кез келген адам завод аша алмайды. Себебі генератордың өзі де қымбат, оған қызмет көрсететін адамдар да арзан болған жоқ. 1880 жылы Томас Эдисон The Edison Electric Illuminating Company дегенді ашқаннан кейін барлығы өзгерді. Бұл компания электрикалық энергияны орталықтан өндіріп, завод-фабрикалар мен жеке отбасыларына өздері тасымалдай бастады. Бұл әдіс электрикалық энергияны бәріне қолжетімді қылдырып, адамдар құр қолданған мөлшеріне ғана төлей бастады. Бұл оқиға бүгінгі таңдағы жаңа технологиялар әлемінде болып жатқан жағдайға өте ұқсас болып келеді. Мысалы, кез келген заманауи компанияның өзінің IT департаменті, яғни IT бөлімшесі болады. Ондағы қызметкерлердің үлкен бөлігі тек қана серверлердің, яғни компьютерлердің жұмыс істеуін қамтамасыз етумен ғана айналысады. Ондай іс-әрекеттерге серверлердің темір қаңқасының жағдайын тексеріп тұру, әртүрлі суыту жүйелерін қамтамасыз ету және операциялық системалар мен программаларды жаңарту кіреді. Мұның бәрін қарап тұрсаңыздар, өте қымбат, кез келген компанияның қалтасы көтере бермейді. Мұны байқаған AWS, Google Cloud, Microsoft Azure деген сияқты алпауытты компаниялар бұлттық есептеулер қызметін көрсете бастады. Яғни, өздеріңіз түсінгендей, олар компанияларды компьютерлермен немесе компьютерлік ресурстармен қамтамасыз ете бастады десек болады. Бұлттық есептеулердің қызметтерін қолдану кез келген компанияға өте тиімді болып табылады. Cloud Computing компаниялары серверлерді виртуалды түрде қамтамасыз еткендіктен алдын ала $1000 тұратын серверлер сатып алып, оған қарайтын жұмысшыларды қызметке алу мүлдем керек емес болып қалды. Менің өз тәжірибемнен мысал келтіретін болсам, 2018 жылы мен бір компанияға бұлтқа көшу жүйесін автоматтандырып бергендіктен, менің көзімше 50 бұдан былай керек емес қызметкерлерді жұмыстан шығарып жіберді. Ең бастысы, компаниялар бір сәтте компьютердің күшін мыңдаған есе көбейтіп және азайтып, тек қана қолданған ресурстарға ғана төлейді. Тағы да естеріңізге салып өтейін, бұның барлығы виртуалды түрде жүзеге асырылады. Яғни, компанияларға серверлерді сақтайтын үлкен ғимараттар бұдан былай керек емес. Бұл әрине кез келген компания үшін үлкен шығыннан құтылу дегенді білдіреді. Бұлттық есептеулер өте жаңа технология болғандықтан, осы саладағы мамандардың саны өте аз. Сондықтан да cloud computing инженерлерге деген сұраныс өте жоғары. Бұлттық есептеулер саласында инженер болудың тағы бір жақсылығын сіздерге айтып өтейін. Мысалы, сіз бухгалтерия, мұғалім, не кез келген басқа мамандықты таңдайтын болсаңыз, ең басында сіз бен сол саладағы ең мықты маманның арасы 15-20 жылдық тәжірибе болуы мүмкін. Ал cloud computing әлемінде ең тәжірибелі адам мен сіздің араңыздың айырмашылығы тек қана 3-4 жылдық тәжірибе болуы мүмкін. Бұл сізге осы салада көтерілу үшін көптеген 15-20 жылдық уақыт өткізу керек емес екендігін білдіреді. Егер сіздерге осындай қарапайым тілде ең соңғы технологияларды түсіндіретін ақпараттар керек болса, Chicago KZ каналына жазылып, лайк басып, қазақша IT-ді дамытуға атсалысып отырыңыздар.